Сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Өмір бойы ата-анамның үмітін ақтаймын деп, жылдар бойы білімнің соңынан қуғанмен, қалай ғана оң босағада отырып қалған қыз атанғанымды білмей қалдым. Жоғарғы оқу орнын тәмамдағаннан кейін шетелге барып білімімді шыңдауды жөн көрдім. Оқу қызметтеп жүріп 30-дан асып кеткенімде де сезбей қалыппын. Осы кезден бастап болашағымды ойлап, тезірек отбасылы болуды қалайтын болдым. Бірақ амал не? Өзіме жар болуға тұрарлық жан таба алмадым. Осынша жасқа келіп өмірімде ештеңеге жетпеген желаңаяқ жігітке тұрмысқа шыға алмайтынымды білдім. Сол себепті әлбетте ер азаматтың қалтасына қарауға мәжбүр болдым. Таңдаған тағызға жолығар деген бар емес пе? 35-ке келгенде өзімен 21 жасқа үлкен шалға тұрмысқа шықтым. Қайнар мен жұмыс істейтін компанияның акционері еді. Үнемі басшылықтың жиналыстарында келген сайын маған көңіл білдіріп кететін. Өзінің қызымен жасты аруға қалай ғана сөз салып жүргенін мен қанша тырыссам да түсінбедім. О баста оның жасына қарамай маған қылмсынғанын көргенде қатты ашуым келетін. Десе де 5 жыл бұрын әйелінен айырылған ер адамның өзіне жар болар жанды іздестіріп жүргенін білдім. Ол өзімен қатар жігіттер секілді мені кездесуге шақырып, уақыт жоғалтпайтын. Араға көп уақыт салмай, маған тұрмысқа шығасың ба деп сауалды төтесінен қойды. Оның жасы үлкен болса да мені сыйлайтын, еркелігімді көтере алатын ер адам екенін білдім. Оған қоса қалтасы қалың күйеуімнің мені ренжітпесіне анық сенімді болдым. Сондықтан көп ұзамай оған келісімімді бердім. Өзге қос ғашықтар секілді аста төк той жасамай, артық адамдарсыз некеге тұрдық. Ал отбасылық өміріміздің екінші күні қайнар бірінші әйелінен баласы болғандықтан екінші рет әке атану жоспарында жоқ екенін айтты. Мұны естіп, төбемнен жай түскендей болды. Ақ көйлек киіп, қыз күнімдегі арманымды орындамағанын былай тұрсын, енді ана атану мүмкіндігінен де айырылып отырғаным қалай деп тағы ашуландым. Десе де қайнар дегеннің істете алмаса, түрлі амалдарды ойлап табатын адам. Не десе де оның сөзімен келісуге мәжбүр болдым. Уақыт өте келе шалмен құрған шаңырақтың ұзаққа бармайтынын сезе бастадым. Өміріміз бір сарынды өте берді. Күйеуім Құдайдың құтты күні төсек тартып жатып қалатын болды. Ал менің күнім ас бөлмеде мен дәріхананың арасында өтеп жатты. Тіпті балалы болу арманым күннен күнге сөне бастады. Шалым бір балаға айналды. Жыныстық өмір, төсек ләззатты дегенді айтпай-ақ қойсам да болар. Күйеуім жар емес, күтуші керек болған екен. Кейде өзімнен өмірімнің осылай өтіп жатқанынан алаймын. Қайнардан кетуге бірнеше рет оқталғаным бар. Бірақ неге екенін білмеймін, оны тастап кете алмаймын. Өзімді әркез кінәлі сезінемін. Алдағы өмірімнің қалай жалғасатынын тіпті білмеймін.